Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат, барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армығазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Роза Рымбаева шетелдегі отбасылық демалысын көрсетті. Роза Рымбаева шетелдегі отбасылық демалысынан суреттерді бөлісті. Роза Рымбаева Алматыда өткен жарқын концерті аяқталған соң шетел асып отбасыменен бірге демалуға аттанды деп хабарлайды өзгеріс.инфо. Бұл туралы әншінің ұлы өнер иесі Али Укапов әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Ол Таиландтағы түсірілген отбасылық демалыстың суреттерін жариялаған. Кадрларда Али Укаповтың өзі, анасы Роза Рымбаева, жары Ақерке Бүркітбай. Олардың кішкентай ұлы Зейін және де әншінің інісі Мәди Рымбаев бірге бейнеленген. Отбасы теңіз жағасында уақыттарын көңілді әрі жарасымды өткізіп жатыр. Желі қолданушыларда жылы лебіздерін білдіріп, ақжарма тілектерін жаудыруда. Үлгілі отбасы екендігі көрініп тұр. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Шынымен де лайықты демалыс. Әли, анаңды және де бауырыңды қасыңа алып жүргенің қандай керемет. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатты болыңыз.